2-де 72-ші есебіміз. А-ның, В-ның, С және Д-ның нәтижесі белгілі. Мына теңдікпен мына теңдіктің тең екенін дәлелдеу керекпіз. Сонда А көбейтілген В азайтылған С көбейтілген Д тең. А-ның орнында бізде АХ бар. Көбейтілген В-мыз жақшамен жазайын. С Y азайтылған В азайтылған С-мыз X-қа тең, ал D-мыз А, С, Y азайтылған А, В-ға тең. Енді жақшаны ашып шығамыз. AX, SY азайтылған AX, V-ға тең. Азайтылған AX, SY плюс AX, V деп жазылайын. Енді ұқсас мөлшерлерді біріктірсек, жойылып кетеді де, нәтижесі 0-ге тең болады. Енді екіншісінің орнына апарып қояйық. С көбейтілген Д азайтылған А көбейтілген В. Орнына апарып қояйық. С дегеніміз X-қа тең, ал Д дегеніміз көбейтілген А, С, Y азайтылған А, В-ға. Енді азайтылған деймізді, А-ның орында AX тұр, көбейтілген В-мыз SY азайтылған В тең. Жақшаны ашып шығайық. Сонда AX, SY азайтылған AX, V болады. Азайтылған екінші жақшаны ашатын болсақ, AX, SY плюс AX, V-ға тең. Енді ұқсас мөлшерлерді біріктіретін болсақ, жойылып кетеді. Екі теңдігіміз 0-ге тең болады екен. Яғни екі жағы бір-біріне тең. Келесі 2-де 73-ші есепті шығарайық. Y айнымалысының кез келген мәнінде теріс сан болатын дәлелдеңіздер. Y 2 қосылған Y минус Y-дің 3-ші дәрежесі минус 3-тен 2 6 қосылған 3Y қосылған 1,5 Y-дің квадраты тең. Жақшаның ішін ашып шығайық. 2Y қосылған Y-дің квадраты минус Y-дің 4-ші дәрежесі минус көбейтсек 12 болады, оны 3-ке бөлетін болсақ 4 болады. Минус 2Y болады. 2Y минус 3, 3-ті 3-ке бөлсең 1 болады, сонымен Y-дің квадраты ғана тең. Енді Y-дің квадраты мен Y-дің квадраты жойылып кетеді. 2Y пен 2Y жойылып кетеді. Сонда минус Y-дің 4-ші дәрежесі азайтылған 4. Яғни Y-дің орнына кез келген санды қойсан да, ол алдындағы минус сан мен минус санға айналады екен. Келесі 2-де 74-ші есебіміз. Теңдеуді шешіңіздер деген. Бөлшектің бөлімі әртүрлі сандар. Бөлімі бірдей санға келтіру үшін бөлшектің алымына ортақ бөлім береміз. 2-ден берейін, мынаған 3-тен береміз. Сонда бөлшектің бөлімін тастап кетсек болады. Сонда 3x x қосылған 6 азайтылған 2x x қосылған 14 азайтылған x квадрат қосылған 1 тең 0-ге деп жазып аламыз. Енді 1 мен 1 көбейтіп, жақшаның ішін ашып шығамыз. Сонда 3x-дің квадраты қосылған 18x минус 2x-дің квадраты азайтылған 28x минус x-дің квадраты қосылған 1 тең 0-ге. Енді ұқсас мөлшерлерді біріктірейік. Қосындысы 3x квадратты береді, олар жойылып кетеді. Сонда қалды бізде минус 10x тең минус 1-ге. X-тен бұл жерде сонда 0 бүтін теңдіктің оң жағына өткізіп жібереді екенбіз 1-ді. Сонда 1-дің өзіне тең болады.
Мына нәтижесі минус 0,1 тең болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Екіншісінде де ортақ бөлім береміз 2 санынан. Сонда бөлшектің алымында 2y квадрат, бірден ашып жазам, 2y квадрат минус y минус 2y квадрат, 2y квадрат минус 2 тең y-ке. Яғни y-ке де ортақ бөлім беретін болсақ, 12-ден беретін болсақ, 12y болады екен. 12y тең. Енді осы жерде ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мыналар жойылып кетеді. Сонда минус y минус 12y тең 2-ге тең болады. Сонда минус 13y тең 2-ге. Y-тен 2 бөлінген 13-ке тең. Таңбасы минус болады екен. Келесі үшінші есебін шығарайық. Ортақ бөлім береміз. 12 санынан болатын болса 4 болады. 3 болады. 4-тен береміз. Сонда бірден көйтіп жазсақ болады. Сонда 24 қосылған 28y квадрат қосылған 3y, оны 5-ке көбейтетін болса 15y минус 24y квадрат тең. Так, 4y, оны көбейтетін болса 4y квадрат қосылған 8y. Сонда ұқсас мүшелерді біріктірейік осы жерде. 28y квадрат, y квадратты қосып жіберетін болсақ, минус 28y. Сонда y квадраттар жойылып кетеді екен. Бізде қалды 15y квадрат, 15y минус 8y қалды. Ал сан өрдіктен минус 24 қалды. Енді нәтижесі минус 7y болады, тең минус 24. 7-ні алды плюс болады, себебі оң таңба екен. Сонда y-тен минус 3,7-3-ке тең екен. Келесі төртіншісін шығарайық. Төртіншісіне де ортақ бөлім береміз. Так, 24 санынан береміз. Сонда мына жерде жоғы 6 жоқ, 4 жоқ, 24-тің өзі жоқ. Мына жерде 6 жоқ екен. Сонда бөлшектің бөлімін тастап жазам, бірден көбейтемін. 6m-нің квадраты қосылған 3 қосылған 36 тең 2m азайтылған 3m қосылған 6m-нің квадраты. Енді 6m-дің теңдіктің сол жағын өткізіп жіберетін кезде ол минусқа айналады да, екі теңдігіміз азайтылып кетеді. Ал екеуінің қосындысы 39-ға тең. Сонда 39 тең минус m-ге. Ал n-міз тең болады екен осы жерде 39-ға. Келесі есебіміз бүтін санның квадратына өзін қосқанда жұп сан шығатынын табыңыз. Бүтін кез келген 2 санын алайық. 2 санның квадраты қосылған сол санның өзі, ол бізде 2 тең болады. Сонда 4 қосылған 2 тең 6. 6 бізде жұп сан. Дәл солай 5-тің де квадратын алып қосып көрейік өзін. Сонда 25, 25-ке қосамыз 5-ті тең болады 30-ға. Яғни 30 бізде жұп сан. Дәл солай 6-ның да квадратын алып 6-ны қосып көрсек, 36, оған 6-ны қосатын болсақ, 42-ге тең болады. Яғни 42 саны жұп сан болады екен.